Сабақтың тақырыбы жарқын тұлға. Сабақтың мақсаты тыңдаушыларға Жанайдар Баймырзаұлы Мусин туралы тереңірек мағлұмат беру, оның өмірі мен шығармашылығын білуге қызығушылықтарын арттыру, тыңдаушылардың сөздік қорын, сөз байлығын, ауызекі сөйлеу тілдерін дамыту, шығармашылықпен жұмыс істеуге баулу. Биыл қазақ журналистикасының алыбы, публицист, жазушы Жанайдар Мусиннің туғанына 85 жыл. Жанайдар Баймырзаұлы Мусин 1936 жылы 13 ақпанда Көкшетау облысы Зеренді ауданының Қараөткел ауылында дүниеге келген. 1955 жылы Көкшетау педагогикалық училищесін, 1960 жылы Алматы қаласындағы Киров атындағы университеттің журналистика факультетін аяқтады. Еңбек жолын сол жылы Көкшетау правдасы облыстық газетінің әдеби қызметкері болып бастаған. 1960-1963 жылдары Көкшетау правдасы облыстық газетінде әдеби қызметкер, еңбекшілер аудандық коммунизм жолы газетінің жауапты хатшысы қызметін атқарады. 17 жыл бойы 1971 жылдан 1988 жылға дейін облыстық Көкшетау правдасы газетін басқарады. Кеше ғана тарих қойнауына енген 20 ғасырдың алапат дәуірінде өмір кешкен көкшетарландарының бірі Жанайдар Баймырзаұлы Мусин бүкіл ғұмырын ұлттың рухани мұрасын, мәңгілік құндылықтарын, мәдениеті мен әдебиетін байыту жолына арнаған тұлға. Туған елдің тұғырына айнала білген Жанайдар Мусин өз заманында небір маңдайалды қоғам қайраткерлері мен ел басшыларының аузы дуалы атақты ақын жазушыларының алдында Көкшетау өлкесін таныта білген, оның қадір қасиетін дарыта білген арда азаматқа айналғаны белгілі. Жанайдар Мусин журналистік жұмысты шығармашылықпен сәтті үйлестіре білді. Ол бірнеше әңгімелер мен очерктер жинағын шығарды. Үміт, таң нұры, жер шоқтығы Көкшетау және Ағалан, туған үйдің түтіні романдарымен елге белгілі болды. Көкшесін көркем сөзбен әспеттеген Жанайдар Мусинге арналған лебіздер. Жасыма достар, жасыма, еңбегі белгі басына, ол жазды атын өлместей көкшенің көркем тасына. Кәкімбек Салықов, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Жанайдар маған өз өмірінің 5 күнін сыйлады. 5 күн бойы мені жерлестерімен жүздестірді. Егер мен көкше сапарынан тәуір очерк шығара алсам, ең алдымен саған қарыздармын, Жанайдар. Әзілхан Нұршайықов, Қазақстан халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты. Жанайдар Мусин редакциялаған жылдары облыстық газет беттерінде қазақ тілін дамыту, ұлттық мектептерді сақтау мәселелері көтерілді. Оның күш-жігерінің арқасында 1990 жылы Көкшетау қазақ педагогикалық училищесі жұмысын қайта бастады. Бүгінде Жанайдар Мусин есіммен аталатын педагогикалық колледж өңіріміздегі білімді мамандар дайындайтын беделді білім ордасы. Колледж қаламгердің шығармаларын жүйелі түрде үздіксіз насихаттап келеді. Әдебиет пен журналистиканың тізгінін қатар алып, айтарын айқын, сөзін салмақты сараптай білген жазушы небәрі 55 жасында дүниеден озды. Қаламгердің шығармашылығы біздің мәдени мұрамызға тамаша туындылардың бірі болып кірді. Жазушының құнды шығармалары әлі де талай буын ұрпақты көкшеге деген махаббатқа, қызығушылыққа ұмтылдыра берері анық. Назарларыңызға рахмет.